Қыздар, ассалаумағалейкум. Біз бүгін пирог жасаймыз. Вареный сгущенка мен грецкий орех қосылған. Оған керегі 300 грамм ұн, 1 шай қасық разыхритель, осылай араластырамыз. Енді 150 грамм қаймақтың жартысын қосам. Негізі 150 грамм қаймақ керек. 1 грамм ванилин, 50 грамм қант. Одан кейін 150 грамм сары май немесе маргарин қосуыңызға болады. Жақсылап тұрып майды езіп, песочное тесто шығарамыз. Қыздар, міне, енді жаңағы 150 грамм қаймақтың жартысын қостым. Жақсылап араластырып, тесто шығарамыз. Жұмсақ тесто болу керек. Міне, қыздар, жұмсақ тесто шықты. Осы тестоны екіге бөлеміз. Біріншісін осылай жаямыз. Жақсылап тұрып жайып шығамыз. Менің формочкам кішкентай, сіздер үлкенге жасауларыңызға болады. Форманың астын майламаймыз. Осылай шетін әдемілесеңіздер де болады. Мен әдемілемедім. Мен тез-тез асығып жасадым. Екінші тестамызды жаямыз. Екінші тестан керегі ол домалатып, дөңгелетіп, үстіне яғни қою үшін осылай дөңгелетіп, әдемілеп жасаймыз. Бізге керегі 1 банка сгущенка, вареный грецкий орех. Міне осылай жағамыз. Грецкий орехты себеміз. Грецкий орехты блендерден өткізсеңіздер де болады. Мен осылай істедім. Енді біз жаңаға дөңгелетіп кесіп алған тестаны үстіне қоямыз. 180 градуста 30-35 минут пісіреміз. Беті қызарғанша ағаш таяқшамен тексереміз. Міне, қыздар, пісті. Енді шоколадты езіп жағуыңызға болады. Мен теркадан өткізіп осылай істедім. Енді салфетканы үстіне қойып, ортасына сахарный пудраны себеміз. Қыздар, егер рецептер ұнаса, YouTube каналыма тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Рахмет.